қанша халық бар қазір? 20 мыңдай. Мүмкін 25. Санын кім білген? Шамамен солай. Санын білу қиын. 5-6 мыңдай. Иә. Жағдайды бақылауда ұстап тұрмыз, Михаил Сергеевич. Әскер ме? Толық ұрысқа әзірлік жағдайында. Жоқ, әрине мүлдем күш қолданбаймыз. Ұрысқа әзірлік жағдайына келтірілді. Міндет түрде, Михаил Сергеевич. Әрбір жарты сағат сайын хабарлап тұруды сұрады. Не айтасыз? Жиналғандар жаңа талап қойды. Қандай? Талабы сол, сізге ортамызға келсін дейді. Дәл қазір. Бұл әрекеттердің артында не тұр? Жергілікті жолдастардан ашық партияшылдық жауап күтем. Бұл әрекеттердің артында не тұр? Жолдас Мұқашев, жоғарғы кеңес төрағасының пікірін білгім келеді. Меніңше, тереземіздің арғы жағында өтіп жатқан жағдайға баға беруге әлі ертерек. Тексеру амалдарын жүргізу керек. Сосын барып, бұл бассыздықтың шығу себебін анықтауға болады. Төңкеріс. Не? Төңкеріс. Бізде төңкеріс болуы мүмкін емес. Женімпаз социализм елінде, жұмысшылар мен шаруалар елінде. Сосын, егер есіңізде болса, төңкерістің барлығы қанаушыларға қарсы болған. Кім оларды қанап жүрген? Сіз Бұхара қаламайды дейсіз. Нені қаламайды? Сіздің басшылығыңызды, Геннадий Васильевич, бірінші хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені КПСС орталық комитетінің саяси бюросы тағайындады. Өйткені сіз қазақстандық емессіз. Бұл ұлтшылдық, жершілдік. Жоқ. Олардың талабы біздің республикамызды Қазақстаннан шыққан адам басқарса дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз мұның түбіне міндет түрде жетеміз. Себебін табамыз. Айыптыларды жазалаймыз. Ал енді жолдас Назарбаев, жолдас Мұқашев, сіздердің ана жаққа, алаңға барып, әлгі ереуішшілердің аптығын басуларыңызды сұрайым. Тарасын! Жолдастар, мен республика жоғарғы кеңесінің төрағасы Мұқашевпін. Сендерді бұл жерде тұра бермей тезірек үйлеріңе тарауға шақырамын. Тез тараңдар. Шешімге келейік, жолдастар. Қандай? Әскер енгізіңдер. Мына шуылдақтардың быт-шытын шығару керек.
Неге сонша шулысың? Елдің басына неге орыстар келіп қойды? Орыстарды жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұруы керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, югода бар. Бәрінің басында қазақ тұруы керек, қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдамай тұрсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда Рашидов, бізде неге Колбин? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне сорлы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келе. Сендерге уәде берем. Қашан? Жуырда, енді көп қалған жоқ. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін.